Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Өткен бір видеода біз сұйық биогумусты қызанақтарға құйып шыққан едік. Сол қазір қызанақтарымыздың жағдайы уже қызарып жатыр. Мына жақта. Жалпы мен базардан биогумус алып келгенмін, сұйық биогумус, российский. Оны осы мынау түптердің төртеуіне құйдық. Сосын мен анау жалпы қаппен биогумус алып келдім. Сатып алып, 2,5 мың теңге еді, бір қабы. Соларды кейін қолдан жасап, мен құйып шықтым және помидорлардың түптеріне бір 2 мәрте ма, 3 мәрте ма құйып шықтым, жаңағыдай суға араластырып. Жақын арада фритофлора деген бір ауру бар екен, мына помидорлардың. Сонымен ауырып шықтық біз. Енді ауырып шықтық, қазір енді тфай өтіп кеткен сияқты. Жапырақтары қарайып түсе бастайды екен, сол моментті қадағалау керек екен. Қосымша базардан бір ападан дәрі сатып алып, суға араластырып шашып шықтым. Помидорлар бір шетінен қызарып жатыр. Капусталарға да құйып шыққанмын. Мені қолдан жасап қазір деп жатыр. Бір қауынымыз бар. Помидорлар қызарып жатыр. Мынау бір түп ерекше қалың салды. Өте тамаша. Главное, химия жемеді бұлар помидорлар. Осы біздің бақша осындай. Жалпы биогумус берген дұрыс екен. Көршілерде бұндай не жоқ. Жаңағы қызығып сұрайды, жаңағыдай не салдың, қалай не қыласың деп. Айтам, осы биогумус құйдым деп айтып жатырмын. Көп адамдар біле бермейді екен биогумусты не екен. Тағы да бір жақында өзімде биогумус дайын болып қалады, соны суға араластырып, тағы да бір рет, 2 рет құйып шықсам ба деген ниет бар. Жапырақтан қоректендіру, сосын тамырдан деп жатады, соны бір құйып шығамын, Құдай қаласа. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Осындай қызықты видеоларды түсіретін болам. Подписка жасаңыздар каналға, лайк басыңыздар. Помидорлар құлап кетпес үшін бұлай жіппен байлап қойдым, әдемілеп. Ал ендеше күндеріңіз сәтті өтсін. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Жаңағыда қайталап өтейін. Сау болыңыздар.